Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолда. Менің каналымдағы видеоларға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін ерекше тағам, дәмі тіл үйретін үнді мантысын дайындайтын боламын. Қазақша жаппасай немесе шымшыма деп те атайды. Тағамға қажетті заттар: ет, сәбіз, капуста, болгар бұрышы, пияз және картоп. Ең алдымен етті ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Одан кейін капустаны, сәбізді, картопты, болгар бұрышын дәл осылай ұсақтап турап шығамыз. Егерде менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астындағы қоңырауша белгісін басып тіркеліп қойыңыздар. Ыдысымызға май құйып, пиязды қуырып аламыз. Үстіне етті салып, 1 шай қасық томат пастасын қосып, 7-8 минуттай қуырамыз. Одан кейін сәбізді салып, 2-3 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз және қалаған дәмдеуіштерді салып, оның үстіне капуста мен картопты саламыз. Және үстіне көкөністердің бетін сәл ғана жауып тұратындай ыстық су құйып 30-35 минуттай орташа отта қайнататын боламыз. Пісуге 10 минуттай қалғанда болгар бұрышын қосамыз және 10 минуттан кейін пешіміздің астын сөндіреміз. Енді дәл еттің қамырына бұқтырғандай салқын суға тұз, 1 жұмыртқа қосып, алдын ала қатты қамыр илеп қоямыз және оны жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды майда 4 бөлікке бөліп, арасына сұйық май жағамыз. Әрқайсына жеке-жеке май жағып, үст-үстіне салып шығамыз. Осылай мантаваркада 35 минуттай пісіріп аламыз. Немесе жаңағы тағамымыздың бетіне қойып пісіріп алуға да болады. Мен бөлек мантаваркада пісіріп алдым. Енді піскен қамырды осылай бүктеп табамызға салып шығамыз. Одан кейін ортасына подливын құйып шығамыз. Осымен тағамымыз дайын. Бетіне укроп пен көк пияз сеуіп ұсындым. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, маған кері байланыс білдіріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.